Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Müslüman bağırlar. Dağız жақсы естіліп тұр ма? Allah Taala осы қасиетті айлардың берекесін берсін. Allah Taala Ramazan ayına sizler мен біздерді аман есен жеткізсін. Allah Taala елімізге тыныштық берсін, елімізге амандық берсін. Allah Taala елімізге зиян бергісі келгендерді тәубе етіп, дұрыс жолға түсулерін нәсіп етсін. Егер қасарысып тәубе етпесе, Allah оларды біздің елден жоқ қылсын оларды. Allah Taala. Мынау тақырыпта айтпас бұрын бір сұрақты айта салайын. Әйелін күйеуі әйелін қарғаса не болады дейді. Біріншісі, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 3 түрлі адамның дұғасы қабыл болады деген. Соның біреуі осы мазлум дейді. Зұлымдық көрген адамның дұғасынан сақ болыңдар. Зұлымдық көрген адаммен Алла Тағаланың ортасында перде болмайды дейді. Зұлымдық көрген адам. Егер де әлбетте сіз мысалы күйеуіңізге бір зұлымдық істеген болатын болсаңыз, осы зұлым жасап тұрған кезінде жасаған дұғасы болатын болса, ол дұға онда сол дұғадан сақ болу керек. Аяндана кейбір адамдар болады ғой, мысалы үшін біреулердің жай әшейін өзіне ұнамай қалады да, жаңа дырылдап соған теріс дұға беріп жіберетін. Жоқ, ол әшейін өзінің нәпсісінен бір сізден ұнамаған нәрсе тауып, сол себепті қарғап жатқан болатын болса, оның керісінше ол кісінің өзіне ескерту. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге бұны ескерткен. Кез келген адам біреуге не дұға жасайды, ол өзіне болады ол. Өйткені періштелер басыңа келсін деп тұрады ғой. Былтырғы қалып кеткен қарыз оразаны біз енді Рамазан уақытысында уақытты біліп жүрміз ғой. Әшейін кездерде қажекелер қазір таң намазы қай уақытта кіреді? Сәжде кезетте мысалы үшін 5-те 10-да таң намазы кіреді деген ба? Негізі сол уақытқа сіз аузыңызды жауып бітуіңіз керек қой. Өзі күн таңның ататын, күннің бататын уақытын білсеңіз болды. Оны арнайы кесте керек емес. Сол таңның жаңағы атуы, таң намазы 5-те 10-да кіреді деп қойды ма? Сіз 5-ке дейін жаңағы тамағыңыз ішіп болып аузыңыз бекітіңіз, нақты шатаспайсыз. Енді сәжде кезет шатасып кетпесе, сіз шатаспайсыз. Кешке таман таң намазы, шам намазының кіруі, күннің батуы, оның әркім өз өлкесінде біледі ғой, күннің қаншада бататынын. Сол уақытпен қарайсыз. Ер адамдар әйелін асырағысы келмейтін болса, жалпы енді бұл семейный сұрақтар отыр ғой, семьялық сұрақтар. Оны екі адам бірдей отырып шешіледі бұл. Семейный жаңа отбасы дауын, екеуі, отбасыда екеуі бірдей отыру керек сол жерде. Шындық сол кезде шығады.
Мен ол бір адамды өтірік айтып тұр деп тұрған жоқпын, бірақ заң солай, шарт солай, шариғаттың қойған шарт. Екеуі бірдей отыру керек, сонда ақиқат айтылады. Ақиқат айтсам, кімді тыңдасаң сол дұрыс сияқты көрінеді ғой бізге. Біз сол үшін көбінесе адамдар сырттан бір нәрсені тыңдаймыз да сол тон пішіп жүре береміз ғой. Дегенмен еркектер әйелін асырағысы келмейді. Өзі неке қиылған кезде асыраймын деп уәде беріледі ғой. Ер адамдар сол байқасын. Әйел адамды асырау керек болады. Алғаннан кейін, некелеп алғаннан кейін тамағын, киімін, баспанасын, дінін, осы төртеуін қамтамасыз ету керек. Осы төртеу үшін сұралады. Бірақ енді киім дегенге, әйеліңіздің айтқанын істеп, сасет әйелмен жарысып, ол бүкіл тақпаның соған кетіп қалмасын. Тамақ дегенде де әрдайым аузында шашлыкпен сникерс емес, ол жалпы аш қалдырмау, жалаңаш қалдырмау деген нәрсе ғой. Ал сәбидің суретін интернет желісіне салса дейді, көз тиеді. Көз тиюі мүмкін. Көз деген нәрсе бар. Көзді не дейді? Көз адамды мазарға, түйені қазанға салады. Көп адамдар осы желіге білмейм неге екенін, бала шағасының суреттерін қояды. Жақсы, Алла қуат берсін. Біріншіден, не дейді? Бала шағасы жоқ адамдардың алдында бала шағаңның көптігімен мақтанба дейді. Денсаулығы жоқ адамның қасында өзің денсаулығыңмен мақтанба. Кедей адамның алдынан байлығың жайлы айтпа дейді. Бұл әдепсіздік болады. Анау адамның жағдайына қарауымыз керек. Біз әр адамның жағдайына қарауымыз керек. Мүгедек адамның алдында, мысалы, денсаулығың жайлы айтпа дейді. Ата-анасынан айырылған адамдардың алдында өзің ата-анаңды бар екенін, оны анда-мында апарған жайлы, жалпы анау адамның жүрегіне ауыр тиетін нәрселерді айтпа дейді. Ал енді сіз желіде суретіңізді қоясыз, бала шағаның суретін қоясыз. Ол жерде небір аналарымыз, небір әйелдер де бар, рас қой. Бала сүйгісі келіп жүрген, бірақ болмай жатқан. Өзім бір отбасыны білетінмін. 18 жыл бірге тұрып, бала көтермеген, бірақ бірін-біріне бауыр басқан. Сол адамдардың алдында бала шағамыз, балаға көз тиеді оны. Мен мынау негізгі тақырыпты айта кетсек, бүгінгі ойлағам, көптен бір ойда жүрген нәрсе еді осы. Бала тәрбиесінде, негізі бұлай бала тәрбиесінде де бастаймыз ғой. Дегенмен бұл ауқымды тақырып. Осы бала тәрбиесінде қандай бала өсіріп жатырмыз біз? Өзі ертең өскеннен кейін бізге баламыз қандай жағдай жасайды? Бізді ата-анам деп басымыздан сипай ма? Жоқ әлде ата-анам деп басымыздан келіп кетпеннен ұра ма? Не болып кететінін Алла біледі. Өйткені талай көріп жатырмыз ата-аналарды баласынан не деген зұлымдық көріп жатқан бар, Алла сақтасын. Бірақ таяқтың екінші жағы бар. Ол бала бір жерден тәрбие алды ғой. Сол баланың кейінгі өмірінің өзгеруіне қатысы бар нәрселерді айтып жатырмыз ғой біз енді, шамамыз келгенінше. Сол балаңыздың өміріне қатысы бар бір-екі нәрсені айтқым келеді. Ішіп жемі. Баланың ішкен тамағы кейінгі болашақтағы өміріне масқара әсер етеді. Өте қатты әсер етеді. Өзіміз білеміз ғой, біз анау мысалы жылқы байлайтындар, бұл бір мысал. Жылқы байлайтындар не істейді? Бидаймен байланған жылқының кебекпен байланған жылқымен екеуінің етінде, керек десеңіз мінезінде айырмашылық болады.
Жалпы бұны түсіндіргім келгені, адам жеген нәрсесі оның өмірін міндетті түрде өміріне әсер етеді. Осы бала тәрбиесінде қараңызшы, баланың тамағының адалдығы өте маңызды. Сіздің балаңыздың кейінгі өскеннен кейінгі ақыл есінің, жалпы өмірге деген көзқарасының қалыптасуына баланың адал тамағы өте маңызды. Бұл жерде енді осы табыс тапқан адамдарды екі топқа бөлеміз. Біріншісі, адал ақша табады. Адал ақша табады. Бірақ не істейді? Үйге табысы адал. Өз еңбегімен жұмыс істейді, айлығын алады, арамдық жасамайды ол жерде. Бірақ үйге арам нәрсе алып келеді. Бар ғой енді өзімізде тамақтардың ішінде жаңағы мысалы үшін енді біз мұсылман болғаннан кейін шошқаның етін дұрыс деп санамаймыз, ішімдіктерді дұрыс деп санамаймыз. Осындай нәрселерді үйге алып келу. Адал ақшаға арам нәрсені сатып алу. Бұл айырмашылығы жоқ. Баланың болашағына кері әсерін беретіні міндетті түрде. Кейбір жерлерде мына ата-аналар кейін балаңыздың жаман жолға түсіп кетуіне көбінесе өзіміз себеп болып қалып жатқан жоқпыз ба? Үйге қонақ келген кезінде бала-шағамызды магазинге жұмсап, ана ішімдікті алып кел, мынаны алып кел, 2 сыра 3 арақ алып кел деп, темекісін ала кел деп, өзіміздің бала-шағамызды дүкенге жұмсап жатқан кезінде ойлан. Ертең сол бала, сол нәрсені сол жақта өзі ішіп келіп, той-думан жасайды үйіңде. Соған дайындал. Сол адал ақшаға үйімізге арам тамақты танып, харам болған тағамдар тасымайық. Екіншісі, адал ас алып келеді. Шынында да жаңағы магазиннен барып колбасаның халал дегені бар ма деп сұрап алатын адамдар болады да, бірақ оның табысы харам. Табысы харам болады. Бұл да балаға әсер етеді. Міндетті түрде ішкен жегені. Қажекелер, рас, Алланың құдіреті, небір отбасылардың жағдайларын көріп жатырмыз. Бұлайша табыс табу үшін адалына, арамына қарамай табыс тауып жатыр. Бірақ артындағы қасіреттерін, отбасылық жағдайларын көрсең, шынында да жәнің ашырлық небір отбасыларды көріп жатырмыз. Осы жаңағы арам ақша деген нәрсе, енді бұл қайдан болады? Осы жайлы айтқымыз келіп жатыр. Бір жұмысты істейсіз. Мына нәрсені осын жақсылап түсіну керек шығар. Мұсылман бауырымыз деп айтып жатырмын. Осы нәрсені дұрыстап түсінгеніміз дұрыс шығар. Бір жерде жұмыс жасайсыз. Бір мекемеде. Қандай мекемені алсақ болады? Мысал үшін, сіз ауруханада жұмыс жасайсыз. Врач болып жұмыс жасайсыз. Егерде, қараңыз шартын, егерде сіз жаңағы больницамен, ол частный больница болса егер, өкіметтік больницалар ол айлық төлейді ғой. Егер частный больница болса, сізге айтса, мен саған айлық бермеймін, өзің жұмыс істейсің, жаңағы пациенттерді қабылдайсың, содан жаңағы өзіңе бір процентін алып отырасың. Не болмаса келген адамдардан, солардан әйтеуір бір нәрсе өзіңе өндіріп отыр, маған келген адамнан мынаншадан беріп отырсаң болды деп жаңағы келіссе, сіз осыны жасай аласыз. Сізге келген адамдардан жаңа ақша требовать етіп алу, өзіңіз жаңа ставка қою, бұл сіз үшін адал табыс болады. Неге? Сіз жаңағы частный орынмен, жаңағы клиника дейміз ба, не, солай келіскенсіз. Ал егерде ол сізге жоқ, адам басынан ақша алмайсың, мен саған өзім мынанша айлық беріп отырам десе, онда біліңіз, сіз келген адамдардан ақша ала алмайсыз. Сен маған мынанша бер, мен сен мынауыңды істеп берем деп ала алмайсыз. Өйткені сіз келісім шартқа олай отырған емессіз. Ол адамның ақшасын алу сіз үшін адал болмайды. Ал енді мемлекеттік орындарда жұмыс істейтін болсаңыз,
Енді бұл бүкіл жаңағы жұмыс істейтін адамдардың бәріне қатысты ғой, біздің бәрімізге қатысты. Бірақ жаңағы бір мысалын алып отыр да, мысалы үшін ауруханада жұмыс істейсіз, мемлекеттік аурухана болатын болса, сіз сол жерде врачсыз. Енді адамдар келіп сізге қаралғаны үшін, сіз оны емдегеніңіз үшін, сіз ол адамдардан ақша талап ете алмайсыз. Неге? Өйткені сіз мемлекеттен сол үшін айлық алып отырсыз. Адал болмайды бұл ақша. Енді ойлаңызшы. Сіз айтуыңыз мүмкін. Менің жұмысым ауыр ғой деуіңіз мүмкін да. Сіздің жұмысыңыз ауыр болған үшін мемлекет сізге жақсы төлеп отыр. Ауылды жерлерде, қалалы жерлерде де небір мұғалімдеріміз бар, апайларымыз бар, ағаларымыз бар, мұғалімдер. Олардың да жұмысы оңай емес. Бірақ 60-70 мың теңге айлық алып жұмыс істеп отқан мұғалімдер бар. Одан бергісі, мысалы 40 мың, 30 мың, 50 мыңға жаңағы еден жуушы болып жұмыс істеп жатқан адамдар да бар. Олардың да жұмысы оңай емес. Өзіміз көргенбіз, небір еден жуушылар, апайларымыз жаңағы полды жуып жүрген кезде небір анау дөкейлердің балдары келіп, тряпкасын теуіп ұшырып, жаңа ағашын теуіп құлатып кетіп, сүртіп қойған жерін балшылап лаймен қайттан басып кетіп, ол байқұстардың солардың сөзін естіп қайттан тазалап жүргенін де көргенбіз. Ешкімнің жұмысы өз үшін оңай емес. Қараңызшы, сіз ол жерде менің жұмысым ауыр деп міндет қыла алмайсыз. Неге? Сіз сол жұмысыңыз міндет болған үшін жаңа қарапайым мұғалім сияқты аз ақша алып отқан жоқсыз. Сіз жақсы айлық алып отырсыз ол жерде. Не болмаса сіз егер келген адамдардан ақша алатын болсаңыз, жаңағы мемлекеттің беретін айлығынан бас тартуыңыз керек те не істейсіз? Мен сіздерден айлық алмаймын. Мен бірақ келген адамдардан еңбек ақымды өзім талап етемін десеңіз, олар сізге келісіп айлығын тоқтататын болса, онда сізге сол адамдардан алған ақша адал болады. Ал мемлекеттен де айлық алып жатсыз, келген адамдардан да ақша алып жатсыз ба, екеуінің біреуі адал емес. Бірақ мемлекеттіңкі әлбетте сіз үшін адал болады ғой, өйткені сіз оны еңбек ақым деп олардан талап етіп, олар сізге беріп жатыр. Ал келген адамдардан, сізге қаралуға келген адамдардан алған ақша сіз үшін адал болып саналмайды. Ойлаңызшы. Мен бұны айтпасам, мысал үшін да, сізге ол нәрсе бәрі адалға айналып қалмайды. Айтсам да, айтпасам да. Егер мен айтып жатқаннан кейін сіз маған ренжіп жататын болсаңыз, айтайын, мен мұсылман ретінде тек ескерту деп айтып жатырмын. Ары қарайғысы өзіңіздің еркіңізде, аласыз, алмайсыз. Былайша қарап отырсаңыз, 25 мыңға еден жуып жүрген кісілер бар. Олар да жақсы күн көріп жатыр. Ал үлкен жаңағы қаражат алып жүріп, тағы да адамдардан қосымша ақша сұраушылар, ойлаңызшы, неге дайындалып жатсыз? Негізгі табыс ақшаның көптігінде емес, оның берекесінде еді ғой. Берекесі жоқ болғаннан кейін оның айырмашылығы қанша, оның көп, аз дегенінде. Бірақ сіз сол адамдардан жаңағы адал емес ақшаны алғаннан кейін барып бала шағаңызға содан ас апарып жатсыз ба? Адал деген жаңағы 150 жерінен печат ұрып апарсаңыз да ол ас не? Негізгі келген түбі таза емес. Көріп жатырық қой, осылай екі жақтан пайда табам деп тек уайымның бар ақшамен болған адамдардың өмірінің соңы қалай аяқталып жатыр. Бізге өмір мысал ғой, талайын көріп жатырмыз. Алла тағала сол адалмен айналысуды баршамызға нәсіп етсін. Бұл бір адамға тиіскіміз келмейді. Қажекелер, бұны мен мұсылманмын деген адамдарға бәлкім біреу ойланар деп айтып жатырмыз. Бәлкім біреу ойланар. Ал енді бізде қажекеңдерде мынандай да сөз бар ғой. Өзім жауап берем. Болды, өз жауап беретіндер өзі білсін. Мен шариғатта бар нәрсені айтып жатырмын. Мойнымнан қарызым түссін деп айтып жатырмын. Мұсылман ретінде. Осы нәрсеге мән берсек, баланың адалдығына. Не дедік басында? Адал ақшамен арам ас алып келу. Арам ақшамен адал ас алып келу айырмашылығы жоқ.
екеуі де балаңызды ертең бір жерде тесіп шығуына себеп болатын нәрселер. Екінші тағы бір айтқым келген нәрсе, бір аят, бір хадис бар екен. Осы екеуін айтып, осы мағынада бауырларымызға өзіме ескерту деп айтқым келеді. Біріншісі Құран аяты. Алла Тағала Құран-ы Каримде Саф сүресінде айтады екен: өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар дейді. Қараңызшы, бұл хадис пен бұл аят өте ауыр, бауырлар, шынымен өте ауыр. Қараңызшы, Құран-ы Каримде Алла Тағала айтады: өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар? Өздерің жасамайтын нәрсені біреуге айтуларың, болмаса біреуге айтқан нәрселерін өздерің жасамауларың Алла Тағаланың алдында күнә ретінде жеткілікті дейді. Бұлайша айтқан кезінде адамдарды жамандықтан қайтарамыз, өзіміз қайтпаймыз. Адамдарды жақсылыққа бұйырамыз, өзіміз орындамаймыз. Осыны айтып жатыр. Және хадис. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге ескертіп айтып кеткен сөз екен. Қияметтің күнінде бір топ адамдарды жәннаттың нығметтерін көрсетіледі дейді бір адамдарға. Жәннатта не деген нығметтер? Бүкілі көрсетіледі адамдарға. Адамдар қызығып, рахаттанып қарап тұрған кезінде Алла Тағала тозаққа айдаңдар олар деп айтады екен. Бұл адамдарды кім десе, тозаққа ертерек кіруін өздері сұрайтын адамдар дейді. Тозаққа кіруін сұранатын адамдар дейді. Ол қалай болады десе, қарасаңыз, жәннаттың алдына алып кеп тұрып, оларға жәннаттың бүкіл нығметтерін көрсетеді екен. Олар ойлайды екен, енді мына жерде рахат өмір сүретін болдық қой деп тұрған кезінде Алла Тағала тозаққа тастаңдар оларды дейді екен. Сонда жаңағы адамдар Раббымызға қарай: «Е Алла, бізді не үшін түсірейін деп жатсың тозаққа? Мына жәннатты көрсетіп жатқанға біз осы жаққа кіреміз бе?» деп ойладық қой. Сонда Алла Тағаланың жауабы біреу-ақ болады екен: сендер өздеріңнің іштеріңе қарсы жұмыс істедіңдер дейді екен. Қараңызшы, өздеріңнің іштеріңе қарсы жұмыс істегенсіңдер деген нәрсе қалай түсінесіз? Ішіңізде ораза ұстаудың парыз екенін білгенсіз, бірақ сіз ендігі жылға қалдырғансыз. Ішіңізде намаз оқудың парыз екенін білгенсіз, бірақ оны кейінге қалдырғансыз. Ішіңізде қияметте Алла Тағаланың алдына барғанда сұралатыныңызды білгенсіз, бірақ оны қияметке қалдырғансыз. Барғаннан кейін көрем. Арақтың арам екенін бәрі біледі. Арақтың арам екенін мойындаған адамдар, олар мұсылман болады, бірақ күнәһар болады. Ал арақты адал деп, арамдығы мойындамаған адамдар діннен шығып кетеді. Олар мұсылман болмайды. Қайда барса онда барсын. Рас бұл. Ал ішіп атқан адамдар өздері мойындайды ғой. Не деп жатыр қарасаңшы? Ішің айтып тұрды ғой сенің оның харам екенін, бірақ сен ішіңе қарсы жұмыс істедің дейді. Сен оның айтқанын істеген жоқсың. Осыларға айтады екен: тастаңдар оларды тозаққа деп. Сонда жаңағы адамдар айтады екен ғой: «Я Алла, егер де бізді тозаққа кіргізетін болсаң, онда мына жәннатты көрсетпей-ақ, осынша нығметтің бар екенін көрсетпей-ақ, бірден тозаққа ертерек кіргізіп жібермедің бе?» деп айтады екен. Міне осы аят, хадистен менің өзім түйгенім, адамдарды жамандықтан қайтарардан бұрын бірінші өзіңнен баста. Адамдарға бір жақсылыққа бұйырып, бір жақсылықты айтар кезде алдымен өзің дәмін көр оның. Көп. Қазір байқайсыздар ма?
өзі адам деген заманауи жаңа ағыммен жүреміз ғой. Қай нәрсе адамдарға өтімді, сол нәрсені біз көп қолданамыз. Мысалы үшін халал деген жаңағы печать колбасаларда болады, мысалы. Өтімді. Өйткені арақ ішетін алкаштардың өзі арақ алып тұрып халал колбаса сұрайтын заман болғанда. Өйткені біледі да оның денсаулыққа пайдалы екенін ше бұлар. Енді не істейді? Адамдар сол халал деген жаңағы мөрді алып заттарына ұрғысы келеді. Көп. Неге? Өйткені бұл саудаға пайдалы, жақсы өтуіне пайдалы. Және, мысалы қараңыз, кейбір жаңа өнерде жүрген адамдардың өзі, бұл бауырлар ренжіп қалмасын, ешкім ренжіп қалмасын. Мен біреудің көңіліне тиіп, біреумен абыройда жарысып жатқан жоқпын. Біреудің абыройын түсіргім келмейді. Мен тек мұсылман ретінде қияметте осыдан сұралып қалуың мүмкін деп ескертіп айтып жатырмын. Мен өзіме ескертіп жатырмын, бірақ сол тыңдасын. Кейбір өнердегі адамдар, мысалы үшін, сахнаға шығады, біледі адамдардың дін жайлы сөзді жақсы қабылдайтынын, әрбір қойылымның ортасында бір дін жайлы тақырыпты таңдайды. Сөйтеді, соның ортасында алып шығады. Кейбір, мысалы, шығады домбырамен дін жайлы өлең айтады. Құдайдан қорық, ертең ақыретте жаңағы Алладан сұраласың, 5 күндік мынау жалған, пайғамбарды сүй деген әндерді домбырамен алып шығады. Сөйтіп не болады? Артынан шыққаннан кейін, концерт біткеннен кейін барып кафеге барып, концерттің жақсы өткеніне Құдайға шүкір деп 100 грамм тартып, рас, мен бүкіл адамдарға айтып жатқан жоқпын, бірақ шынымен өзім көзімнің көргені солай жаңағы домбырамен осындай дін жайлы өлең айтып жүрген бір кісіні мысалы көріп, кейін бір жерлерде сондай жаңағы 100 граммдатып тілек айтып отқанын көрген кезінде ойладым, бұл сол жаңағы анау адамдарға өтімді нәрсені қарайды екенбіз ғой біз. Не өтімді, соны айтар алып шығады екенбіз ғой жаңа өзіміздің мүддеміз үшін. Енді бұл не үшін айтып жатырмын? Сол дін жайлы өлең айтып жатырсыз. Дін жайлы өлең айтып жатырсыз. Бірақ жаңағы аятта не дейді? Өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар деген адамның қатарынан болып қалмайсыз ба? Өйткені домбыраны 5 минутта өлең айтасыз, оның ішінде неше түрлі үкімдер айтылады ғой. Құдайдан қорық, жәннатқа кіресің, тозаққа кіресің, қорықпасаң деген. Неше түрлі кәдімгі уағыз ол. Ол уағыз ғой ол. Сол жаңағы өздерің істеп, өздерің айтып, өздерің істемейтіндер дегендердің қатарына жатып қалмаймыз ба деген ой меніңкі. Сол үшін бауырлар, менің айтқым келгені дін жайлы өлең айтпай емес. Негізі ол жайлы айтпа десек дұрыс болмай қалатын шығар, оны біз қайтаратын ақымыз жоқ. Дін жайлы өлең айт, және соған сай бол. Соған сай бол. Дін жайлы өлең айтып, адамдарды жақсылыққа шақырып, кейін сыртқа шыққаннан кейін 100 граммен Құдайға шүкіршілік жасап жүретін болсаңыз, ертең тозаққа тастаңдар. Өйткені олардың өздері іштеріне қарсы жұмыс істеген еді деген адамдардың қатарынан болып қалмаймыз ба деп мен осы хадисті естігеннен кейін сізге бауыр ретінде жеткізіп жатырмын. Ары қарай сіз жасайсыз, жасамайсыз, ол сіздің еркіңіздегі нәрсе. Және бір бауырымыз айтады, біраз уақыттан бері намаз бастаймын, әні бастаймын, міні бастаймын, намазды, бірақ әлі бастай алмай келе жатыр екен. Қарасаңызшы не дейді? Намаз бастайын десем, жаңағы бір жолдасымның осы 15 күннен кейін туған күні еді, ол жерге тойға бармасам болмайды. Осы жақында бір балдызым күйеуге шығады, соның тойына бармасам болмайды. Одан кейін 20 жылдығымыз бар биыл, 25 майда. Ол жерде жаңа бүйтіп тақуа отырсаң тағы болмайды. Сөйтіп келіп ақырында не дейді? Сөздің тоқ етері. Қажеке, намаз оқиын десем той бітпей жатыр ғой дейді да. Той бітпей жатыр ғой. Сол тойларды өткізіп алайын, сосын намаз бастаймын. Мен айтарым, Құдайдың құдіреті, Құдай тойдан айырмасын да сені. Құдай лайым тойды бітірмесін. Той бітпесін, бұл тойдың болуы деген бұл жақсылық қой. Тойда адам неден жасайды? Құдайға шүкір, жағдайы жақсы,
басы бүтін, басы аман болғаннан кейін жасайды ғой. Құдай бұл тойдан айырмасында Қазеке бізді. Сонда сіз қараңызшы, керісінше тілеп жатқан жоқсыз ба? Құдай тойдың бәрін бітірші, сонда мен намаз бастаймын деп Аллаға шарт қойып жатсыз ба? Қайдан білесіз? Алла тағала сізді жарайды, той біткенше намаз бастай алмайды екенсің, той бітпесе міне саған басыңа қайғы, міне саған той деген енді сен пешенеңе жазылмайды. Ол тойды көрмейсің енді деп Құдай басыңызға бәле беріп қойса қайтер едіңіз? Өз айтсаң, қарсаңшы, жаңағы сөздің өзі солай келіп тұрған жоқ па? Той бітсін, одан кейін намаз бастаймын. Қуаныш бітсін, сол кезде намаз бастаймын деп тұр ғой бұл. Мен айтар едім, Қажекелер, намаз бастағысы келіп жүргендер, тойдың бітуін күтпеңіз. Құдай тойды бітірмесін. Лайым той бітпесін, жақсылықтар бітпесін. Сіз намазыңызды сол тойлардың көбеюі үшін оқыңыз, дұға қыла беріңіз. Тойдың бітпегені үшін Құдайға көп шүкіршіліктер айтыңыз. Міне ораза келе жатыр. Оразада әлі 15 күн, 14 күн бар ма? Кім бар, кім жоқ әлі. Оған да кім жетеді, кім жетпейді. Осы оразада намаз бастаймын деп қатты ниеттеніңіздер, жігіттер, бауырлар, қатты ниеттеніңіздер. Ораза деген нәпсіні сындыруға өте қолайлы уақыт. Алла тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын берсін. Балиғатқа тола салып парыз болып, ұсталмаған оразаны қалай ұстаймыз? Кафаратымен ба дейді. Жоқ. Жаңағы намаз бізге парыз етілді, ораза парыз етілді ғой. Сол уақыттан бері ұстамаған оразаларымызды, енді ол Рамазан айындағы ораза, ол өзіне өзі парыз, оны парыздан құтыламыз. Сол қалған 11 айымызда жаңағы аптасына 1 күн болса да, аптасына 2 күн, аптасына 3 күн, енді осылай есептеп, сол қарызыңызды, бірақ қараңызшы, Алламен сауда дейді бұны. Әр күніңізді есептеңіз, 1 күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн, 5 күн деп есептеп жүргеніңіз жақсы болады. Сөйтіп, оразаңыздың қарыздарын жайлап өтеңіз, оны негізі өтеу керек деген көп ғалымдар. Бұрынғы қарыздарымызды өтейік. Енді осы ораза уақытында да сапарда жүріп, ауырып, не болмаса жаңа әйелдер демалып, ораза ұстай алмай қалған болатын болса, оны да сол оразадан кейін сол қарыздарын өтеуіміз керек. Бірақ оны кафарат демейді оны. Мына жас кезімізден жаңағы біз білместікпен ораза ұстамадық қой. Ораза ұстамай жүрдік қой. Ол кафаратпен өтелмейді ол. Кафарат деген не? Бүгін ораза ұстап, білмей жеп қойған адам да оның қатарына жатпайды. Ораза ұстағаннан кейін осы Рамазан айында әтейі аузын ашқан адам. Енді ятта болса шындық жаңағы ораза ұстап жүріп, жаңа барып, әйелімен жаңа қосылып қойса деген сияқты. Осындай ораза бұзатын нәрселерді әтейі жасайтын болса, ол адам оразаны кафаратымен өтейді. Ал жаңа ауырып ашқан жаңағы адамдарға ол кафарат емес. Отбасы жайлы көп сұрақтар қойылады. Бірақ біздің өз Қазақстанға отбасының тақырыбын мектепке кіргізу керек. Шынымен айтайын, Қажекелер. Біздің Қазақстанға қазір отбасылық мәселе деген нәрсені мектептің пәніне кіргізу керек ше. Өйткені өте көбейіп бара жатыр. Балдарымызға айтып жатыр ғой, жастарымызды жан-жақты развитыйға өсіруіміз керек деп жатыр ғой. Бұл да развитияның бірі ғой. Мектептегі бала-шағаларымызға ше, мектептегі қыздар балдарға отбасыда не істеу керек? Оған жаңа қалай қосылу керек екенін үйретіп, не қажет бар оларға, мектептегі балаға? Оны кейбір адамдар айтып жатыр екен ғой жаңағы. Оларға оны үйретпей-ақ қой, ол табиғатында бар нәрсені ол өз іздеп жүріп үйреніп алады, оны оқытудың керегі жоқ. Оларға осы мектепте да осы ұсыныс жасаса осыны дұрыс болар еді. Мектепте осы отбасыда әйел адамның жаңағы бұрынғы біздің қазақтың келіндері қандай болған? Рас, қазіргі келіндер мен қыздарын ажырата алмаймыз ғой енді. Бәрі жаңағы Адидас киіп алған, басына Рейбуктан кепкен киіп алған.
Рас қой, ажырата алмай қалдық қой. Бұрынғы келіндер басқаша болған ғой. Қазір де бар ол орамал тағып жүрген келіндер, келіндік өзінің міндетін атқарып жүрген. Бірақ өте азайып бара жатыр. Әйел адам намаз уақыты кіріп қойса, әйел адам күйеуіне қарамай оқса рұқсат па дейді. Әйел адамына күйеуін күтіп отыру шарт емес. Нәпіл нәрселерді әйел адам күйеуінің рұқсатымен жасайды. Ал Алланың парыз еткен нәрселеріне ешкім қарсы тұра алмайды. Мысалы, намаз уақытысы кіріп қалды. Әлбетте, күйеуіңіз шам намазының уақытысы кірді, немесе асыр намазының уақытысы кірді, сіз намаз оқиын деп тұрсыз. Күйеуіңіз айтса, мені күте тұр, мен қазір дәрет алып келем, сөйтіп бірге оқимыз деп жатса, онда күтсеңіз, дұрыс, оған бойұсынған боласыз. Ал бірақ ол өзімен өзі жүр, жұмысымен, шаруасымен жүр. Сіз әр намазда күйеуіңізге қарап намаз кешіктіріп отыру, ол сіздің міндетіңіз емес. Бірақ нәпіл нәрселерде күйеуіңізден рұқсат сұрайсыз. Өйткені ол нәпіліңіздің талқанын шығаруы мүмкін. Дұға, қажекелер, дұға қабыл болуы жайлы дейді. Кім дұға қылып жатыр ма, біліп алыңыз. Мына екі адамнан басқасы тек қана. Дұғаны күмәнмен қабыл бола ма, болмай ма деп күмәнмен жасаған адам, олардың дұғасы қабыл болуы өте ықтималдылығы аз. Біріншісі. Екіншісі, ықылассыз дұға. Ықылассыз жасалған дұға. Дұға қылып отыр, бірақ ойы басқа жақта жүрген адам. Екеуінің дұғасының қабыл болуы проценті аз деп айтайықшы. Құдай сақтасын, проценті Алла біледі, бірақ біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқанындай қаңғып жүрген жүректен дұға қабыл болмайды дегені бар. Одан күмәнді дұға. Дұға шын сеніммен қабыл болатындай жасайсыз дұғаны. Ықыласпен жасайсыз дұғаны. Және мүмкін сіз қазір өзіңізге қажет бір затты сұрап тұрсыз. Оны Алла сізге берді, бермеді, мен білмеймін, бірақ 100% кепілдік беріп айтам, сіздің дұғаңыз қабыл болды. Өйткені дұғаны қабыл болуы деген нәрсе, сіз жаңағы Алла тағаладан бір материал сұрасаңыз, тура сол материалды кім мына саған деп әкеп беруі емес. Алла тағала сізге келе жатқан бәлені де қайтаруы мүмкін. Алла тағала қияметте сізге оны беруі мүмкін. Осы 3 түрлі болады. Сіздің дұғаңыздың есесін Алла тағала осылай береді. Бірақ сол үшеуінің біреуін міндетті түрде береді. Неге менің дұғам қабыл болмай жатыр деп еш уақытта айтпаңыз. Аллаға қарсы сөйлеп қоймай қолай. Алла дұғаларды міндетті түрде қабыл етеді. Әр намазда, жалпы азанды үйде шақыру деген, азан шақыру деген ол парыз деген нәрсе емес қой. Біздің мешіттерімізде, бекітілген мешіттерімізде олар не істейді? Жауапкершілігіне алған, сол бір ауыл ма, аудан ба, қай жердікі болса да, сол ауылға дінді жеткізіп тұру мешіттің міндеті болғандықтан олар микрофонды қосып қойып тұрып азан айтады. Азан айтып, елді дінге шақырып отырды, намаз уақытларына хабар беріп шақырып отырады. Бірақ үйіңізде болатын болсаңыз, жалпы азан айту ол парыз нәрсе емес. Дегенмен үйіңізде намаздың уақыты әлі бар, үлгересіз уақытта. Ол кезде азан шақыратын болсаңыз, ол абзалырақ болады. Неге? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Азан шақырған кезде, не дейді? Шайтан лағнеті сол азанды естпейтін жерге дейін қашады дейді. Сол үшін абзал болады.
азан айтқаныңыз. Дегенмен намаздың уақыты шығып бара жатыр, мысалы үшін да. Намаз уақыты шығып бара жатыр, кешігіп бара жатырмыз. Ол кезде жаңа хайя ала сола деп тұрсаңыз күн кетуі мүмкін да. Жалпы азан деген бұл адамдарды намазға шақыру, адамдарға намаздың уақытын білдіру деген нәрсе ғой. Ал үлкендерді қалай тәрбиелейміз дейді бір кісілер. Сіз үлкендерді тәрбиелемейсіз. Сіз үлкендерге исламды көрсетесіз. Енді қараңыз, бір шетінен ренжіп қалмаңыз. Біз бала тәрбиелейміз деп айта аламыз. Неге? Өйткені ол біздің міндетіміз болғандықтан біз оны тәрбиелеу міндетіміз ғой. Дегенмен қараңыз, баланы тәрбиелеу үшін не істейді? Өзіңнен баста демей ма? Демек баланы тәрбиелегің келсе өзің тәрбиелейді. А егер үлкендер тәрбиелегіңіз келіп тұр ма? Демек сіз мен тәрбием бар, оның тәрбиесі жоқ деген сияқты болып қалуы мүмкін да. Тура сол сияқты істе де сондай болады. Сіз үлкендерге барып былай бейт, қолымызды бүйтіп ала, біз қазіргі жігіттер былай бейт, лешт еткен жақсы көреміз ғой. Олар ондайды көтере алмай қалуы мүмкін. Не істейді? Сіз егер өзіңіз тәрбиелімін деп ойласаңыз, сол тәрбиелі адам негізі, тәрбиелі адам жанындағы адамдарды баурап алу керек. Неге? Сіз өйткені тәрбиелі адамсыз, адамдарға сол тәрбиеңізбен мәміле жасайсыз ғой, адамдар сізден қашпайды. Былайша айтқым келген, исламнан не үйрендіңіз? Көрсетіңіз, істе көрсетіңіз, айтпаңыз, ісіңізбен көрсетіңіз. Неде жәннат аналардың аяғының астында деді ма? Сіз оларды бейнамаз, мен намазхан деп жаңағы бөлініп керек емес, определиться. Барыңызды аяғын уқалай беріңіз, жәннатқа жақындап жатсыз ғой. Оның жүрегінде иманы бар, жоқ. Мұсылман емес ол. Жоқ, жәннат оның аяғының астында. Ол демек, ол анаң сенің жәннаттың ішінде деп тұрған жоқ. Жәннат анаңның аяғының астында деп тұрма, ол кім болса болсын. Сен сол аяқтың астына қарай жармаса бер, анаң аяғын уқалай бер, сен жәннатқа жақындап жатсың. Олардың дінімен айналыспайық. Ал енді не істейді? Осылай, егер сіз анаңызға дәл солай қызмет қылатын болсаңыз, не дейді? Міне баламыз намаз оқығалы бері өте жақсы қарай өзгерді деп. Дінді олардың жүректеріне махаббатпен кіргізу керек. Махаббатпен. Онда анау ұрыс керіспен емес, ұрыс керіспен. Осы мына сөздің өзін ренжімеңіз, бірақ дұрыс қолдану керек. Үлкендерді қалай тәрбиелейміз? Үлкендерді біз тәрбиелей алмаймыз. Өйткені оларды әке-шешелер қалай бар, солай тәрбиелеп қойған кезінде. Оларды Алла тәрбиелейді. Біз тек қана не істейміз? Біз оларға дұға қыламыз, біз оларға қызмет қыламыз, бол. Қызмет қыламыз, дұға қыламыз. Иншалла. Алла тағала ауызбіршілігімізді берсін. Алла тағала елімізге ауызбіршілік берсін. Еліміздің ауызбіршілігіне қарсы жұмыс істеп жатқандарды Алла тағала өзі қолын алсын. Алланың құдіреті шексіз ғой. Алла тағала оларға тәубе етуді нәсіп етсін. Шетте, елімізде, еліміздің шетінде, сыртта қазақ бауырларымыз қиналып жатыр. Оларға Алла тағала жеңілдік берсін. Жақсылықта жолығуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Алла разы болсын.